Баршаларыңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге анамның рецебімен дайындалатын менің ең сүйікті асым нарын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен кастрөлге етімізді, салқын суымызды, тұзымызды салып, қайнағанша қақпағын жауып қоямыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын мені қолдап арнама жазылып лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сорпамыз қайнаған соң көбігін сүзіп аламыз. Одан кейін жуамызды салып, баяу отта қайнатамыз. Етіміз піскенше. Етіміздің пісуіне жарты сағат қалған кезде сәбізімізді, картошкамызды салып, етпен бірге пісіріп аламыз. Етіміз піскенше алдын ала дайындалған қамырымызды жаямыз. Қамырымның қоспасында ешқандай жұмыртқа, сұйық май жоқ, тұз бен суға айленген. Менде бір күлше шықты, жаюға ыңғайлы болсын деп, 2 кішкентай бөлікке бөліп алдым. Осылай әдемілеп, жұқа қамыр жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, бір келкі қылып жағып аламыз. Сұйық майымызды жағып болғаннан кейін орама секілді қамырымызды орап шығамыз. Қамырымызды орап болғаннан кейін мантываркамызды майлап аламыз. Майланған мантываркаға қамырымызды саламыз. Дәл алдыңғы қамыр секілді екінші қамырымызды да жайып аламыз. Қамырымыздың бір шеті жұқа қалың болмас үшін тек бар күшімізді салмай, қамырдың шетімен ғана жұмыс жасап, әдемілеп жұқа қамыр жайып аламыз. Әрі жыртылмайды. Екінші қамырымызға да майымызды жағып, мантываркамызды майлап, қамырымызды салып пісіріп аламыз. Жарты сағатқа. Қамырымыз піскенше алдын ала туралған пиязымның үстіне сорпамыздың майын құйып аламыз. Бұл біздің дайын болған тамағымыздың тұздығы. Піскен етімізді, картошкаларымызды сүзіп аламыз. Сүзіп алынған етімізді, картошкаларымызды әдемілеп майдалап турап шығамыз видеодағыдай. Қамырымызды да жұқалап, майдалап турап аламыз. Бәрін турап болғаннан кейін бірге жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен ыстық сорпамызды құямыз. Сорпамызды құйып болғаннан кейін алдын ала дайындалған тұздығымызды, пиязымызды салатын боламыз. Ал тамағымыз дайын болды. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Ас болсын.